Ағайын, менде сіздерге бір өтініш бар. Елімізді жамандап болдық қой. Жамандай бермей, одан да бір жақсы жағын айтайықшы, себебі бұл Қазақстан бізден басқа, расын айтқанда, ешкімге керек емес. Керек, әңгіме жоқ, бірақ қазақтың Қазақстанға жаны ашмаса, басқа ешкімнің жаны ашмайды. Расымен де еліміздің жақсылықтары өте көп. Шүкір Аллаға, 2025 жыл қазақ үшін бір жаман жыл болған жоқ. Оның нақты дәлелі кешегі ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың құттықтауынан ақ белгілі да. Мысалға, елімізде кәдімгідей экономикамыз 6%-ға өсті. Ол ақиқат, жамандай бермеңіздер, бұл шындық. Одан бөлек Қазақстан қазіргі таңда осы экономиканың өсуіне байланысты шет мемлекеттерде әртүрлі дағдарыстар, әртүрлі қырғындар болып жатқанына қарамай, өзін-өзі асырай алатындай да дәрежеге жетті да. Бұл бірінші жағдай. Екінші жағдайды айтатын болсақ, ағайын, мойынты, мысалға достық мойынты темір жол салынды мысалға. Бұрында күніне 12% ғана 12 пойыз ғана өтсе, қазіргі таңда ол көрсеткіш 60 пойызға дейін көтерілді. Бұл да өте керемет көрсеткіш. Ағайын, еліміз дамып келе жатыр, жамандай бермейікші, өтініш, елімізді қолдайықшы одан да. Және ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев биылғы жылды, 2026 жылды Қазақстанда жасанды интеллект жылы деп тағайындады. Демек, ағайын, менің ойымша бұл жерде расымен де қазіргі таңда білеміз ғой, заман дамып келе жатыр, жасанды интеллект қатты дамып келе жатыр да, сондықтан бұлай жылды атаудың өзі бір біздің Қазақстанның әлемдік үлкен державалардан қалыс қалмай, солармен бір қатарда немесе кейбір жерлерде озық жүргенінде нақты көруге болады. Сондықтан ағайын, жамандай бермейік, президентімізге сенейік, Алла амандығын берсе, біздің елімізде барлығы жақсы болады деген ойдамын. Жаңа жылдарыңызбен.